Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бізде кезекті Қазақстан тарихы пәнінен сабағымыз. Оқушылар, бүгін біз мәдениетті қарастыратын боламыз. Нақтылап айтқан кезде 6 және 9 ғасырлардағы көне түркі мәдениеті. Ал ендеше кеттік оқушылар. Ең алдымен түркілердің қандай шаруашылықпен айналысқанына тоқтала кетейік. Бізде біле білсеңіздер, түркілер темір өңдеген болатын. Темір өңдеуінің олардың басты себебі оқушылар, бізде түркілер әскер жасақтаған кезде оларға қару-жарақ керек болды, оларға киім-кешек болды. Оның барлығы бізде осы металдан, яғни темірден жасалған екен оқушылар. Мінекей бізде археологтардың зерттеуі бойынша Алтай тау бөктерінен, яғни түркілердің алғашқы қалыптасқан аймағынан 6-9 ғасырларда көптеген балқытылған темірдің, яғни металдың қалдықтары табылған екен, және де міне түркілер үшін металл өндіру бұл жақсы қаруланған әскер жинақтау және де қолөнер мен сауданы дамыту үшін керек болған екен. Келесі бізде шаруашылық. Жалпы бізде негізінен ата-бабамыз түркілер оқушылар негізі шаруашылығы бұл көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығы болған екен. Олар малмен айналысып, осы бүкіл қазақ даласында, дешті қыпшақ даласында дейміз, ұлы далада бізде олар мал жайған болатын. Олардың негізгі баққан малдары оқушылар бұл жылқы, қой болды, түйе болды. Бірақ осы 4 түлік малдың ішінен олар сиырды, яғни ірі қара малды көп бақпаған екен. Өйткені оларға тиімсіз болды сиырларды баққан. Оларға больше қой мен жылқымен тез жайылып, 4 мезгілде 4 рет жайылған, яғни жазда жайлау, күзде күзеу, қыста қыстау, көктемде көктеу деген секілді тез жайылатын малдар керек болды оларға. Менандр деген бізде Византиядан елшісі келеді оқушылар. Сөйтіп осы қағанның 900 адам сиятын киіз үйін көріп таң қалған болатын. Сөйтіп өзінің деректерінде осы түркілердің киіз үйі туралы жазып кеткен болатын. Енді егіншілік бізде тек қана мал шаруашылығымен емес, оқушылар сонымен қатар егіншілікпен де айналысқан болатын түркілер ежелгі. Негізгі егіншіліктің бізде дамыған жері бұл оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жері. Не үшін именно оңтүстік Қазақстан мен Жетісу? Біле білсеңіздер, бізде оңтүстік Қазақстан мен Жетісу жерінде бізде суы мол өзендер көп. Сырдария, Амудария, Шу, Талас, Іле деген секілді өзендер бар. Осы өзендердің алқаптарында бізде халықтар жиналып, сол жерде егіншілікті дамытқан болатын. Бізде Әл-Идриси деген ғалым бар, ғұлама. Ол естеріңізде болса, Қимақтардың 16 қаласы бар, және ол қалалардың барлығы Ертіс өзенінің алқаптарында және де Алакөл көлінің маңында орналасқан деп айтып кеткен болатын. Осы кісі былай деп жазып кеткен екен. Көшпелі адамдар, яғни түркілер деп отыр, олар көшпелі, бірақ алайда олар жер өңдейді дейді. Яғни олардың негізгі шаруашылығы көшпелі мал шаруашылығы болғанымен, оқушылар олардың да оңтүстік Қазақстанда басқа да шаруашылығы, яғни егіншілікті де дамытқан болатын. Мысалы бізде сонымен қатар егіншіліктің дамуына бізде соғдылардың Шу мен Талас, яғни Жетісу жеріне көшіп келу көп әсерін берген екен. Алдыңғы сабақтарда соғдыларды келу себептерін қарастырып едік қой. Келесі бізде қала мәдениеті оқушылар. Тура егіншілік бізде оңтүстік Қазақстан мен Жетісуда дамыса, қала мәдениеті де тура осы аймақтарда қалыптасқан екен оқушылар. Бізде осы 6 және 9 ғасырлардағы әйгілі қалалардың ең ежелгісі 2000 жылдық тарихы бар, бұл Тараз қаласы болып саналады. Әйгілі түркі қаласы аталып кеткен екен. Жалпы орта ғасырлық қала негізгі 3 бөліктен тұрады оқушылар. Бұл цитадель, Шахристан және Рабат. Мына суретке қарайтын болсаңыздар, тура ортасындағы бұл цитадель. Бұл жерде қағандар және билеушілер тұрды. Екіншісі Шахристан. Бұл жақта ақсүйек, шонжарлар, шат-түтіктер, яғни бай ақсүйектер тұрды түркілердің. Ал мынау Рабатта бізде қарапайым халықпен сауда, яғни базар болған жер екен бізде Рабат. Жалпы сонымен қатар қала мәдениетінің дамуына оқушылар бізде 6-9 ғасырларда бұл Ұлы Жібек жолы көптеген әсерін тигізген болатын. Осы керуен саудасы жолы именно Жетісу мен оңтүстік Қазақстан жерімен өткендіктен оқушылар бізде осы қала мәдениеті дамыған болатын. Сонымен қатар бізде қарлұқтардың тарихын өткен кезде айтып едім ғой. Олардың деректер бойынша 25 қаласы болған, және ол 25 қаланың барлығы Жетісу аймағындағы Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан деген деректі оқушылар біз Худуд әл-Алам деген деректерінен алады екенбіз. Бұл сұрақ ұлттық мұғалім тестілеуде көп кездесетін сұрақтардың бірі. Дәл осы қарлұқтардың 25 қаласы болды деген дерек қандай
еңбекте кездеседі. Бұл деректің аты Худуд әл-Алам екен. Келесі оқушылар, бұл сәулет өнерінің ескерткіштері. 6 және 9 ғасырлардағы жалпы сәулет өнері дегеніміз не? Бір сөзбен айтқанда бұл архитектура, алып үлкен биік әсем ғимараттар. Яғни бізде мынау түркілерде, көне түркілерде сәулет өнері ескерткіштері болғандығына не дәлел? Бізде мысалы мынау оңтүстік Қазақстандағы Отырар қаласы маңында Кедер және Жамұкент деген сарайлар бар екен. Бұл осы Кедер және Жамұкент сарайлары бізде сәулет өнерінің дамығандығының басты бір дәлелі болып саналады екен. Сонымен қатар мынау Суяб, Науакент деген секілді қалаларда, Жетісу жерінде, тоже мынау Іле өзенінің бойында Будда храмдар табылған екен. Яғни бізде еще түркілер арасында бізде Будда дінін ұстанғандар да болған екен. Алдағы уақытта қазір діндерді де өтетін боламыз. Бізде жалпы түркілер арасында діндердің алуан түрлері болған екен. Сонымен қатар мынандай маңызды ақпарат бар оқушылар. Қарлұқтар дәуіріне жататын Жамбыл облысында табылған осы қарлұқтардың сәулет өнерінің басты ескерткіші не деген кезде біз ақыртас ғимарат дейді екенбіз. Осы сұрақты міндетті түрде жаттап алыңыздар. Қарлұқтардың сәулет өнері ескерткіштерінің басты ескерткіші ақыртас Жамбыл облысында орналасқан. Келесі, сауданың дамуы. Бізде көне түркілер арасында айырбас сауда, яғни олар заттарды айырбастау арқылы сауда жасап, сонымен қатар ақша түрінде де сауда қатынастары дамыған болатын. Ақшаның болғаны туралы бізге дәлел оқушыларындай Отырар, Суяб, Тараз деген секілді көне қалаларда бізде теңгелер табылған екен. Яғни бізде уже күміс теңгелерді шығарып, солар арқылы сауда саттықты жүргізген болатын. Енді руна жазуы туралы айта кетейік. Жалпы бізде өзіміздің осы әрбір қазақтың ата бабасы түркілер ғой, осы түркілердің негізгі жазу түрі руна жазуы немесе Орхон Енисей жазулар деп аталады екен. Жалпы көне түрк руна жазу, бұл жазуды мынау суретпен көрсеңіздер, мінекей мына жерде көрсетілген. Яғни бұл жазуларда түркілер қаяққа жазды? Олар кәдімгі таспен тасты ұрып, осылай сызған болады. Байқасаңыздар, барлық әріптері, иеографтері түп-түзу сызылған, ешқандай бүйтіп оюланған ештеңе жоқ. Өйткені таспен ұрып сызған кезде жай ғана түзу сызықты сызған оңай, чем ойып андай ою өрнек қылып сызғаннан гөрі. Жалпы бізде 582 жылы алғаш рет құлпытас орнатылады. Ол құлпытас дегеніміз кәдімгі үлкен тас, сол таста осы түркілердің тарихы жазылған екен. Дәл осы руна жазуы арқылы бізде түркілердің тарихы жазылған ең алғашқы Боғыты деген құлпытас табылған бізде. Ол 582 жылы құрылған екен. Жалпы көне түркі руна әліпбиі болса, бізде осы бірінші мыңжылдықтың ортасында қалыптасқан, яғни 500 жылдардың аралығында. Ол әліпби міне оқушылар. Бізде сонымен қатар дат ғалымы Вильгельм Томсон деген осы түріктерді зерттеген, түркология ғылымын зерттеп, осы түрк руна ескерткіштерін зерттеп, ең алғашқы рет тәңір сөзінің құпиясын ашқан екен. Яғни бұған дейін мынау 1893 жылға дейін бізде түркілер арасында ешқандай жазу болмаған деп есептеген екен барлығы. Бірақ мынау Вильгельм Томсон зерттеп, 1893 жылы осы иероглифтердің жалпы мағынасы не болғаны, тәңір деген сөзінің құпиясын ашып, жалпы көптеген тарихшылардың ойларын өзгерткен болатын. Енді не үшін Орхон Енисей жазбалар деп аталды? Өйткені бізде көптеген осындай руна жазбалар именно Орхон Монғолиядағы және Енисей Ресейдегі осы екі өзеннің аралығында табылған екен. Мінекей, Орхон және Енисей өзендері алқаптарындағы ескерткіштер түркі руна жазуының ғажайып үлгісі болып саналады екен. Сондықтан да осы түркі жазбаларды көбінесе Орхон Енисей руна жазбалар деп атайды екен. Дәл сол Орхон Енисей алқаптарында табылған жазба ескерткіштерде мынау шығыс түрік қағанатының қағаны Білге қағанның, оның қасындағы оның інісі қолбасшысы Күлтегіннің және олардың кеңесшілері Тоныкөктің құлпытастары орнатылып, сол құлпытаста толығымен батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, түрік қағанаты деген секілді алып мемлекеттердің тарихы дәл осындай руна жазу арқылы жазылған екен. Сонымен қатар бізде түркілер арасында тек қана тасқа емес, сонымен қатар ағашқа да ойып, сондай ксилография деген деп аталатын әдіспен бізде өздерінің руна жазуларын жазған болатын.
Енді дін жалпы бізде мына түркілер арасында діндердің саны алуандығымен ерекшеленеді. Бізде негізгі діндеріміз бұл тәңіршілдік болды. Бізде ежелгі ата-бабаларымыз түркілер көк тәңірге табынды. Сонымен қатар басқа да діндер болған. Соларға нақты тоқтала кетейік. Жалпы бізде француз ғалымы Жан-Поль Ру деген кісі, оның пікірінше көне түркілердің ата-бабалары көк тәңірге табынған, және де Қытай тарихшылардың ойы бойынша тәңірге табынудың пайда болуы, яғни бұл діннің пайда болуы біздің заманымызға дейін, яғни БЗБ 3-ші ғасырда пайда болған дейді. Сонымен қатар түркілердің арасында оқушылар тәңіршілдіктен басқа Умай анаға да сыйынған екен. Жалпы Умай ана бізде отбасы мен балаларды қамқоршысы ретінде саналып, егер мысалы балалар ауырып қалса, аналар сөйтіп осы Умай анаға табынған болатын. Сонымен қатар бізде оқушылар буддизмде дамыды. Біз жаңа айттық қой, жаңағы кейбір қалаларда Будданың храмдары табылған деп. Жалпы Будда дінін алып келген бізде бұл соғдылар екен. Соғдылар бізде, біле білсеңіздер, араб жаулап алушылығы кезінде жетісу жеріне жаппай қоныс аудара бастаған екен. Сөйтіп бізде егіншілік, қала мәдениеті дамыды. Сонымен қатар Будда ілімінде алып келген болатын. Және де түркілер арасында манихейлік және зороастризм дінінде дамыған екен оқушылар. Мысалы, манихейлік дін бізде 3-ші ғасырдың соңында қалыптасқан екен. Енді 3-ші ғасыр бұл біздің заманымыздың, ал тәңіршілдік бұл біздің заманымыздан бұрын 3-ші ғасыр. Екеуі бір жылда емес, екеуі бір ғасырда емес, екеуінің арасында 6 ғасыр уақыт бар екен. Манихейлік діндің келу тарихы бізде ежелгі Ираннан келеді екен. Сонымен қатар бізге зороастризм дінде дамыған ол біздің заманымыздан бұрын 7-ші және 6-ші ғасырларда тоже ежелгі Иран жерінен келген екен. Оқушылар жалпы білеміз ғой, Ахура Мазда бұл осы зороастризм дінінің құдайы дейміз, Авеста олардың киелі кітабы, сол секілді осылай дамыған екен. Сонымен қатар бізде христиан дінінде дамыды оқушылар. Таңғалатын нәрсе емес, даже мынау біле білсеңіздер, Найман тайпалары бар ғой, бастыдағы Моңғолия жерінде. Олардың негізгі діні осы христиан дініндегі несторизм ілімі екен. Ол ілімді бізде бұл бағыты жалпы патриарх Несторий енгізген екен, христиан дінінен бөленіп. Жалпы оқушылар, бүгінгі тақырыпты мынандай керемет сөзбен аяқтағым келіп тұр. Максим Горкийдің әркімнен үйрен, бірақ ешкімге еліктеме дейді. Әрбір адамнан өздеріңізге алатын дүние бар, соның барын алыңыздар, бірақ өз-өздеріңізді сатпаңыздар, ешкімге еліктемеңіздер. Сау болыңыздар оқушылар, келесі сабақ